Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерменен Каспи приложениесі арқылы Пенсионди фондтағы ақшаларды қалай тексеру керектігін бірге көретін боламыз. Ең алдыменен достар, менің каналыма тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Ол үшін ең алдыменен госуслуг бөлімін таңдап аламыз. Одан кейін цифровой документ бірінші тұрғанды таңдаймыз. Келесі бізде төртінші тұрған справки бөлімін таңдап аламыз. Мінекей, ең бірінші тұрған пенсионных отчислениях дегенді таңдап ішіне кірген кезде біздің соңғы бір айда түскен пенсионныйға бір айда түскен ақшаны көруге болады. Соңғы 3 айда түскен, соңғы жарты жылдықта, бір жылдықта түскен пенсионныйға түсіп отырған ақшаларды қарап тексеріп отыруымызға болады. Тіпті осы уақытқа дейін қанша түсіп отырды пенсионный фондымызға, солардың барлығын көріп отыруға болады. Мен қазір сіздерге осы жарты жылдықта пенсионный фондыма қанша ақша түсіп отырғанын жай мысал ретінде қараймыз. Мінекей, менің осы уақытқа дейін жұмыс орнымнан жарты жылдықта түсіп отырған пенсионный фондтың документін шығарып көрсетті. Сіздер де осылай өздеріңіз үйде отырып Каспи приложениесі арқылы өздеріңіздің пенсионный фондқа қанша ақша түсіп отырғанын қарап тексерулеріңізге болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.